Көрініп тұр, көрініп тұр. Сәлеметсіз бе, құрметті Презентация әріптестер. көрініп. Сексен алтыншы мектеп гимназия математика пәні мұғалімі боламын. Менің тақырыбым комбинаторика негіздері 9 сынып оқушыларына арналған 34 сағат. Бұл курсты таңдағандағы мақсатым бар өмірдегі мүмкіндіктерді математикалық тұрғыдан бағалауға үйрету. Келесі негізгі бұл курстың мақсаты комбинаторикалық формулаларды қолдана отырып кездейсоқ оқиғалардың ықтималдылығын есептеу дағдысын қалыптастыру. Өзектілігі бұл функционалды сауаттылық, яғни күнделікті өмірдегі тәуекелдерді, мүмкіндіктерді сақтандыру, лотерея сияқты, статистика сияқты оқушыларға талдауды үйрету. Комбинаторика негіздері тақырыбында бұл 34 бөлімде бұл курста негізі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бұл комбинаторикалық есептерді шешудің негізгі әдістері. Бұл жерде барлығы 6 сағат. Негізінен бұл жерде балалар есепті комбинаторикалық есептердің шешудің негізгі әдістерімен танысады. Ағаштық, мүмкіндік ағаштары сияқты тәсілдер бар ғой, сондай тәсілдерді үйренеді. Екінші, бұл негізден бұл 6 сағат 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптардағы элементтерді, теорияларды, ұғымдарды қайталап еске түсіреміз. Ал екінші бөлімде бұл жерде 17 сағат комбинаторика негізгі формулалары, яғни негізгі формулалардың бәрі, яғни 9-шы сыныптағы өтетін формулалардың көбісі осы екінші бөлімде қарастырылады. Үшінші бөлім бұл кездейсоқ оқиғалар мен ықтималдылық есептеу кезіндегі комбинаторика деп аталады бұл бөлім. Бұл бөлімде барлығы 11 сағатқа берілген. Жалпы 14 сағат. Енді, мысалы, бізде комбинаторикада оқушылар негізінен нақты бұл курсты нақты таңдаған мақсатым ықтималдылықты, статистиканы, ғылым мен күнделікті шешімді болжауды балалар әлі де болса ажырата алмайды. Сондықтан бұл жерде әр есепті шығаруға көп уақыт беріледі бұл курста. Мысалға, қалада 5 қабатты ғимаратқа лифт әкелуші 3 түрлі фирманың өнімі бар. Әр қабатқа 3 түрлі лифт орнатуға болатын болса, жалпы қанша комбинация болады деген есепті қарастыратын болсақ, бұл жерде балалар көбейту ережесін қолданылады. Жауабы көбейте салады, бұл жерде 45 болады. Одан кейін, мысалы, формулаларды мен шығаратын есептер болады. Сол кезде 10 оқушыдан 4 адамнан тұратын команданың қанша тәсілмен құруға болады десек, бұл жерде оқушылар теру формуласын қолданып шығару керек. Сондай ажырату үшін есептердің шығару, бұл курста көп есептер шығарып, балалардың ажырату және өзі қай формуламен қолдану деңгейлерін жоғары деңгейге жеткізуге болады. Мысалы, ықтималдылыққа қорапта 5 қызыл шар және 5 көк шар бар. Қайтарма 2 шар алғанда екеуі де қызыл болу ықтималдылығы қандай дейтін есептер болатын болса, бұнда бізде терудің 5 оқушыдан 2 шар алу ықтималдығының қатынасын аламыз 10 оқушыдан 2 шар алғандағы ықтималдыққа. Мына осындай әдістер дағдысын арттыруға болады. Жалпы сіздерді осы курсқа шақырамын, таңдаңыздар. Себебі бұл жерде жоғары оқу орнына дайындыққа балалардың үлкен мүмкіндік алады. Яғни сіздерде қазір инженерия, экономика, информатика, технология бағытындағы базалық білім деңгейі қалыптасады бұл курста. Жалпы нәтижесі бұл жерде кез келген комбинаторикалық есепті талдап шешудің жалпы жолдар қарастырылады. Бұл жерде тілдік қоры дамиды, еркін қолдана бастайды, мысалы, комбинаториканың есептерін. Сондықтан математикалық статистикалық мықты негізді қалау үшін осы курсты таңдаңыздар деймін. Оқушының курста математика логикасын жетілдіп, өмірдегі мүмкін нәтижелерді басқаруды үйреткіңіз келсе, осы комбинаторика негіздері курсын таңдаңыздар деп айтқым келеді.